10 сынып алгебра және анализ бастамалары оқулығындағы екінші тарау тригонометриялық функциялар соңындағы өзіңді тексер 43 беттегі тест тапсырмалары. Бірінші тапсырмада ертең x бөлінген косинус x функциясының анықталуысын табыңыздар деп берілген. Бұнда y-тен x бөлінген косинус x функциясының анықталуысы бөлшектің бөлімі косинус x нөлге тең емес деген шартты орындаймыз. Сол кезде x тең емес пи бөлінген 2 немесе а жауабы болып табылады. Екінші есепте y-тен 3 қосылған 2 косинус x функциясының мәндер жиынын табыңдар деген. Бұл жағдайда біз 3 қосылған 2 косинус x-қа мән беріп біз есептейтін болсақ, бұл жағдайда біздің мәндер жиыны болады екен 1/5-ке тең, немесе с жауабы болып табылады. Үшінші суретте қай функцияның графигі кескінделген деп беріліп тұр. 4 жауап бар. Соның ішінде суретте бір период ішінде 2 рет тербеліс бар. Демек, аргумент 2 есе артқан. Олай болса, y-тен синус 2x функциясы жауабы болып табылады. Төртінші есепте y-тен синус 4x қосылған 1 бөлінген x минус 3 функциясын анықталуысын табыңдар дейді. Бұл жағдайда бөлшектің бөлімінде x минус 3 нөлге тең емес деген шартты орындаймыз. Қай уақытта нөлге тең болады? X тең болады 3-ке. Олай болса 3 шеткі нүктесі алынбайды. Сонда минус x-тен 3-ке дейін 1-ге 3-тен плюс x-ке дейін болып бізде В жауабы болып табылады. Бесінші есепте y-тен 3 косинус квадрат x минус 1 функциясы мәндер жиынын анықтаңыздар дейді. Бұл жерде біз косинусқа x-қа мәндер бере отырып, y-тің мәнін табатын болсақ, мысалы 0 қоятын болсақ, косинус квадрат x орнына 0 қойсақ, 0 ол 1-ге тең, сонда 3-ті 1 бөлсек, 3 одан 1-ді алып тастасақ 2 алады. Олай болса бізде мәндер жиыны минус 1 мен 2 аралығы болады екен. Алтыншы есепте арг синус 2-тен 1 минус арг косинус тура 3 бөлінген 2 өрнегінің мәніне тең. Бұл жерде айырмасын тап деп тұр. Біз мәндерін тауып кесте бойынша қоямыз. Сонда арг синус 2-ден 1 пи бөлінген 6-ға тең, және арг косинус тура 3 бөлінген 2-де пи бөлінген 6-ға тең. Екеуінің айырымы 0-ге тең. Жауабы Д болады. Жетінші тапсырмада суретте қай функцияның графигі кескінделген? Бұл жағдайда 0-де 2-ге тең. Біз косинусқа 0 қойған кезде ол 2-ге тең болады. 0-де ол 1-ге тең. Олай болса 1-ге көбейтсең 2-ге тең. Жауабы y тең 2 косинус x болады. 8-ші тапсырмада арг синус 1 минус арг косинус 0 минус 2 арг тангенс 0 өрнегінің мәні есептелінеді. Біз өрнектердің орнына кестедегі мәндерін қоямыз. Арг синус 1-де пи бөлінген 2-ге тең, арг косинус 0-де пи бөлінген 2-ге тең, және арг тангенс 0-де 0-ге тең. Олай болса, пи бөлінген 2 минус пи бөлінген 2 минус 2 көбейтілген 0. Пи бөлінген 2 мен пи бөлінген 2-нің айырмасын 0 береді, және 2-ні 0-ге көбейтсек 0-ге тең. Олай болса, жауабы 0. А жауап болады екен. 9-шы тапсырмада арг синус 2-ден 1 және арг косинус минус тура 3 бөлінген 2 сандарын салыстырыңдар. Арг синус 2-ден 1 ол деп отырғанымыз пи бөлінген 6 деп отырғанымыз 30 градус. Арг косинус минус тура 3 бөлінген 2 деп отырғанымыз 5 пи бөлінген 6 ол деп отырғанымыз 150 градус. Олай болса, салыстыруды орындайтын болсақ, бізде жауабы С болады екен. 10-шы тапсырмада y-тен косинус x функциясының графигінде қысқаша түрлену жасау арқылы y-тен 3 косинус шақшаның ішінде 2x қосу пи бөлінген 3 қосылған 1 функциясының графигін алуға болады. Енді ол үшін біз 4 түрлендіру жасаймыз. Бірінші, x бағытта 2 есе сығу арқылы 2x аламыз косинус 2x, және солға қарай пи бөлінген 3 30 градусқа жылжыту, және үшінші y бағытта 2 есе 3 есе созу, 3 косинус бағытта 3 есе созу, және плюс 1 деген кезде жоғары 1-ге жылжыту. Сонымен бізде жауабы С. 11-ші тапсырмада арг тангенс 0 минус арг косинус 2-ден 1 минус арг синус 2-ден 1 қосылған арг котангенс 0 өрнегі мәнінің квадраты неге тең? Бұл жағдайда арг тангенс 0 және арг косинус 2-ден 1 минус арг синус 2-ден 1 плюс арг котангенс 0 функцияларының мәндерін кесте бойынша қоямыз. Сонда 0 минус пи бөлінген 3 минус пи бөлінген 6 қосылған пи бөлінген 2. Бұл жағдайда біз ортақ бөлімді келтіруді орындаймыз, және тоқтауыш көбейткіш береміз. Сонда минус 2 пи минус пи плюс 3 пи бөлінген 6 болады. Бұл жерде барлығын есептеген кезде 0 шығады. 0-дің квадраты 0-ге тең, жауабы бізде Д.
12-ші есепте математикалық сауаттылыққа байланысты берілген тапсырмалар. 12-ші есеп шаршының ауданы 81 сантиметр квадрат, қабырғасының ұзындығы берілген шаршы қабырғасының 25%-ін құрайтын екінші шаршының периметрін табыңдар. Біз енді шаршының ауданын табу үшін есіктен а квадрат екенін білеміз. Есіктен бізде 81 сантиметр квадрат. Олай болса қабырғасын табамыз. Қабырғасы а квадрат тең 81. А деп отқанымыз төл астында 81. Сонда 81-ден 9 шығады. Сонда қабырғасы квадраттың 9-ға тең. 9 деп отқанымыз ол 100% құрайды. Енді сол қабырғаның 25%-ін құрайтын екінші шаршының периметрін табыңдар еді. Олай болса x бізде 25%. Бұл жерде x табатын болсақ 25-ті 9-ға көбейтіп 10 100-ге бөлеміз. Сонда 2,25 шығады. Енді біз периметрдің формуласын жазамыз. P тең 4a. Олай болса орнына мәндерін қоямыз. P тең 4 көбейткен 2,25 бізге 9-ға тең көбейтіндісі. Олай болса біздің жауабымыз Д жауабы 9-ға тең екен. 13-ші есепте 15 кг алмұрт пен 6 кг алманың құны 5 кг алмұрт пен 18 кг алманың құнымен бірдей. 1 кг алмұрттың бағасы 1 кг алманың бағасынан қанша есе артық. Бұл жағдайда 5 жауап берілген. Біз енді теңдеу қылып аламыз. Ол 15 кг алмұртты 15 П деп, және 6 кг алманы 6А деп белгілейміз. Сонда 15 П плюс 6А тең 5 П плюс 18А. Бұл жерде 15 П мен минус 5 П деп аламыз. Сонда 10 П қалады. 18А минус 6А дейміз. Онда 12А қалады алма. Енді П-ның А-ға қатынасы бізге 12-ның 10-ға қатынасын етем. Олай болса 6 бөлінген 5-тен 1,2. Бізде жауабы Е 1,2 есе болады екен. 14-ші есепте 25 санына бөлгенде қалдықта бір санын беретін ең үлкен 3 таңбалы санды табыңдар. Біз мынандай теңсіздік құрып аламыз. 25 К қосу 1 кіші немесе тең 3 таңбалы санның ең үлкені 999. 25 К кіші немесе тең 999-дан 1-ді шегереміз. Сонда 25 К кіші немесе тең 998. 998-ді 25-ке бөлетін болсақ, онда К-ның мәні шығады. К тең 39,92. Біз бүтін санды алатын болсақ, К 39-ға тең. Олай болса 25-ті көбейтеміз 39-ға және 1-ді қосамыз. Сонда 975 қосылған 1. 976 тең сан шықты. Олай болса бізде жауабы А болады. Кестедегі сандар қандай да бір заңдылықпен құрастырылған белгісіз санды табыңыз. Бірінші, екінші кестелерде дайын жауаптарды, үшінші кестедегі сұрақ белгісінің орнын табуымыз керек. Олай болса белгілі бір заңдылық алдыңғы қатардағы 2 санды көбейтіп және астыңғы қатардағы 1 санды көбейтеміз. 3 көбейтілген 5 және көбейтеміз 4-ке, сонда 60 шығады. Екінші кестеде 2-ні көбейтеміз 6-ға, жанындағы және көбейтеміз 5-ке, сонда 60 шығады. Дәл осындай заңдылықпен үшінші кестені де орындаймыз. 4 көбейту 7 көбейту 5, сонда 140. Олай болса жауабы С болады.